Қарлығаш әулие. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ел ауған Ақтабан шұбырында Алқакөл сулама кезінде Төле би киіз үйін жықпапты, қасиетті жұртын қимапты. Сонда жоңғар қолбасы Төле биден көшпей қалуының сырын сұрапты. Шаңырағыма бір бейкүнә қарлығаш ұя салып еді. Ол жер бетін топан суы басқанда Нұх пайғамбардың кемесін сақтап қалған, адам баласын жылан шақпақ болғанда қызғыштай қорыған құс еді. Осындай киелі құстың ұясын бұзып, балапандарын жылатып кете алмадым дейді дана Төле би. Бір ауыз сөзі мың ауыз сөзге татитын Төленің адамгершілігін, әділ шешімін таныған жоңғар қолбасшысы. Шын әулиенің өзі екен деп әскерін қайтарып жіберіпті. Серік Негимов, Шешендік сөздер кітабынан. Төле бидің нақыл сөздері. Біліп айтқан сөзге құн жетпейді. Тауып айтқан сөзге шын жетпейді. Өзің білмесең, білгендерден үйрен. Үйренгеннен ештеңен кетпей. Халқыңа адал бол, жауыңа қатал бол, досыңа адал бол. Шешендіктен не пайда? Артында сөзі қалмаса. Батырлықтан не пайда? Халқына қайран қылмаса. Төле би қазақтың үш биінің бірі. Қазіргі Жамбыл облысы Шу өңірінде дүниеге келген. Өз елінің өзге халықтардың, әсіресе шығыстың аңыз әңгімелерін, қисса дастандарын еркін меңгерген. Халықтың әні мен күйін, ақындық өнерін құрметтеген. 15 жасынан бастап ел билеу ісіне араласқан. Өз заманында Қарлығаш әулие, Қарлығаш би атанды.